Ассаламалейкум баршаларыңызға. Бүгін бізде кезекті тест талдау, сонымен бастаймыз. Оңтүстік Тюрингия, Германия, яғни Германия жерінде қойылған қазақ операсын көрсет. Бізде ең бірінші бұл жерде операларға тоқталатын болсақ, бізде ең бірінші бұл Абай операсы, Латиф Хамиди және Ахмет Жұбановтың операларын алайық. Осы бізде дұрыс болады. Германияда көрсетілген осы. Ал бізде Біржан Сара операсының негізі қаланды, және ол Біржан Сара операсы Хан Төлеубаев. Ал бұл опера Абай операсын білесіздер, бізде Латиф Хамиди мен Ахмет Жұбановтың операсы болып есептеледі. Назугун бұл бізде ұйғыр операсы, білесіздер, ұйғыр операсы. Бұны қойған бізде Қожа Мияров деген кісі қойған. Ал Төлеген Тоқтаров деген бұл үлкен опералардың бірі. Төлеген Тоқтаров бұл бізде Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің еңбектері екен. Ахмет Жұбанов және Латиф Хамиди еңбектері болып есептеледі. Соғыс аяқталған кезде жүргізілген реформаны көрсетіңіз. Бұл жүйе бізде карточкалық жүйе. Яғни карточкалық жүйе жойылып, оның орнына не келеді? Ақша. Значит, бұл болады бізде ақша реформасы. Ақша реформасы жүргізілді. Индустрия өздеріңізге белгілі, бұл 14-ші съезде қаралған дүние. Ал ЖЭС бізде 10-ші съезде қаралды. Ал қайта құру 1985 жылы кімнің еңбегі еді? Бұл Горбачевтың еңбегі еді. Горбачев осының еңбегі еді. Так, кеттік арай. Санжар Асфендияровтың аталған жылдармен сәйкестендір дейді. 1916 жылы жалпы Санжар Асфендияров бізде тұтқынға түсіп қалады немістерге. Сөйтіп тұтқын алмасу кезінде через Швейцария арқылы қайттан елге оралады. Елге оралды. Так, 1938 жылы бұл бізде неге ұшырайды? Репрессияға ұшырайды. Репрессия, яғни қуғын сүргінге ұшырайды. 1965 жылы бізде бұл Қазақстан тарихы деген еңбегін жазады. Ал 1958 жылы ақталды. Жалпы бұл кісі кім дейтін болсақ, әскери дәрігер. Бұл бізде медицинаның, яғни Алматыда ашылған медициналық институтының ең алғашқы негізін қалаушылардың бірі болған. Есімханның тұсындағы ең ірі өзгерістерді көрсетіңіз. Бұл жерде аламыз сұлтандардың билігі шектеліп, билерге не берілді? Басымдылық берілді. Бірақ сұлтандар барлығынан шектеуге ұшыраған жоқ. Кейбір жүйелерді сол баяғы күйінде қалды. Қайырымды қала атанған орта ғасырлық ғылым орталығын көрсетіңіз. Бұл бізде Баласағұн қаласы. Жәңгір хан жоңғарларға қарсы кімдермен одақтасты? Ол қырғыздармен одақтасты. Бізде белгілі 1643 жылы шайқас болған, Орбұлақ деген шайқас болған, білесіздер. Осы Орбұлақ шайқасында бар жоғы 600 қазақпен қарсы соғысады, 50.000 жоңғар соғысқан, білесіздер. Жалпы осы деректі осы бізге 20.000 әскермен жалаң төс деген баһадүріміз бар. Баһадүр, яғни Самарханның билеушісі. Осыны көмектеседі. Осы жерде бізде келеді отқару қолданды. Бізде Жәңгір хан отқару қолданған, яғни Тәуке ханның әкесі. Отырардың күйреуі атты киноның режиссерін көрсетіңіз. Әмірқұлов деген кісі екен. Ал Қыз жібек фильмінің негізгі режиссерін көрсетіңіз. Бұл бізде Қожықов болады екен. Қарсақбаевпен кейде шатастырып атады. Бізде Қарсақбаев, менің атым
қожа деген фильмнің режиссері болған. Енді Шәкен Айманов бізде Алдар Көсе бар, біздің сүйікті дәрігер бар, көптеген кинолардың режиссері болып келеді. Және Шәкен Айманов атындағы киностудияда осы атақты режиссер актердің атына берілген екен. Оңтүстік шығыс Қазақстан, орталық Азияны қамтыған жер аумақ Шыңғысханның қай ұлына тән? Бұл бізде Шағатайға тән болады екен. Ал бізге Төлеге бұл күйдегі Монғолияның өзі берген. Ал үгедейге бізде Қазақстанның беріледі. Солтүстік шығыс жағы берілген. Жошыға белгілі бұл Сырдария бар, Ертіс бар, және мынау жоғары жақтан Еуропаға дейінгі ең үлкен аумақты берілген. Жалпы мына кісілердің бәріне қатысты дүние бар. Бұл жетісу деп алады. Шағатайдың, үгедейдің, жошының территориялы осы жерге түйісетін болған. Есім ханның басты қарсыласы кім? Бұл Тұрсын хан болған. Екеуінің ортасында 1627 жылы білесіздер қандай Қатаған деген қырғын болған. Бұл жерде яғни қазақтар, яғни Есім мен Тұрсынның ортасында үлкен шайқас болып, Есім хан бүкіл Қатаған руы мен Тұрсын ханның қанды қырғын жасап, елден кетуіне мәжбүр етеді. Кейін олар Ауғанстанға қашып кетеді. Қытайға босып кеткен қазақтардың елге қайтуына оралуына түрткі болған одақ бұл бізде болады Қосшы одағы. Қосшы одағы бұл жерде бізде келеді жер су реформасы деп келеді. Жер су реформасының негізгі мақсаты Жетісу мен және оңтүстік Қазақстанда тартып алған жерлерді қайттан қазақтарға тартыру. Осы жерде бізде Жандосов және Абдулла Розыбакиев осы кісілердің еңбектері өте орасан болып, қазақтарға 1 миллионнан астам жерлерді қайтарып береді. Осы жердің қайтарып беруіне байланысты Қытайға көшіп кеткен 300 мыңға жуық қазақтардың кері қарай оралуына үлкен жағдай жасайды. Енді Қызыл Отау деген білесіздер, бұл сауатсыздықты жою кезінде үлкен белсенді роль атқарған одақтар. Ал енді мына екеуінің бүгінгі тақырыпқа қатысы жоқ. 60 жылдарында пайда болған қаланы көрсетіңіз. Степногорск бар, бұның қасында Ақтау деген қалада бар. Және Арқалық бар. Ұмытпаңыздар. Осындай қалалар пайда болған екен. Ерейментауды да айтып кетейік. Ерейментау бұл бізде неміс автономиясын құру туралы. Неміс автономиясын құрамыз дейді 1979 жылы немістер. Осы кезде сол Астана болып бекітіледі бұл жерде. Теміртау деген бар. Теміртау бізде білесіздер 1959 жылы үлкен көтеріліс болған аймақ. Бұл жерде металлургия комбинаты салынғаннан кейін бұл жерде жаңағы үйдің жетіспеуі, судың жетіспеуі, азықтың жетіспеуінен үлкен көтеріліс болған. Ахмет Байтұрсынов 1911 жылы шыққан Маса өлеңінің негізгі идеясы неге шақырады? Халықты білім және мәдениетке шақырады. Бұл кісінің бізде келеді 40 мысал деген еңбегі бар. 40 мысал еңбегі өте мықты. Бұл бізде Крыловтан және Абайдың еңбектерінен алынған екен. Осыған кішкене мән беріңіздер. Наймандардың батыс бөлігі бізде қыпшақтар болады. Түркістан автономиясының министр төрағасы болып ең алғаш сайланған Мұхамеджан Тынышбаев болады. Ал Мұстафа Шоқай бізде білесіздер 4-ші съезд өткізеді. Осы 4-ші съезде Түркістан автономиясы құрылды деп жариялайды. Кейін бұны 1918 жылы ақпан айында білесіздер кеңес үкіметімен Дашнаксичун деген армияның партиялары келіп қиратып 5 күннің ішінде
Мұстафа Шоқайдың Германияға қарай қашып кетуіне мәжбүр етеді. Сөйтіп 1941 жылы сол жерде қайтыс болған қазақтың біртуар азаматы. Жалпы ұлы отан соғысы кезінде ерлік көрсеткен партизандар бәрін қосып жаттап алыңыздар. Осының барлығы ерлік көрсеткен партизандар екен. Бізде Иран шахымен одақтас эфталиттерді жаулап Византияға сауда ашқан. Бұл иштемей, бұл бізде иштемей болып келеді ғой. Иштемей деген білесіздер. Ең алдымен Бумын болған, Бумыннан кейін Мұхан болған, Мұханнан кейін осы иштемей қалған билікке келген. Шайбанилер Елбарыс, Бербарыс Хорезмді жаулап алған екен. Қандай хандық құрды? Бұл Хиуа хандығы құрған екен. Елек өзенінің бойындағы жерлерді Ресей отаршыларынан қайтарып алу үшін кіші жүз Табын руын бастап шыққан, көтеріліске бастап шыққан батырды көрсететін Жоламан Тіленші. Жоламан Тіленшінің бізде 3000-ға жуық әскері бар. Бұл да үлкен көтеріліске жетті. Көтерілісі бірақ нәтижесіз жеңіліспен аяқталады. Бұл үлкен ерлік көрсеткен батырлардың бірі. Сырымдатұлы білесіздер, 14 жыл көтеріліс жасаған кісі. Бұның руы Байбақты руы. Бұл кісі де кіші жүзде старшын болған кісі. Кенесары Қасым 10 жыл көтеріліс жасаған, бұны да білесіз. Бұл кісі төре, яғни Абылай ханның несі немересі. Аяғында қырғыздар басын шауып тастайды. Тентек төре бізде білесіздер. Бұл 1821 жылы Орта Азия хандықтарына қарсы бұл жүз территориясында көтеріліс жасаған тұлғалардың бірі. Біздің ақсүйектердің опасыздығынан жеңіліске ұшырайды. 10.000-ға жуық көтерілісшілерді бастап шыққан кісі екен. Ғұндар мен көшпелі мемлекеттердің ежелік арасындағы 4 ғасырға созылған соғыс аяқталды. Біздің заманымыздан бұрынғы 165 жылы. Бірінші 5 жылдықта қалпына келген кәсіпорынды көрсетіңіз. Қарсақбай. Бұл жерде Ридер де бар, Ридер бар. Және плюс деп қойсақ болады, Қарағанды да бар. Осын жаттап жүріңіздер. Энолит дәуірінде Орталық Азияда суармалы егіншілікті үйренген мәдениетті атаңыз. Анау мәдениет ең алғаш суармалы егіншілікті үйрену Түркменстан территориясында орналасқан. Абылай ханның Дарабоз деп атақ берген Қабанбайға берген атағы екен. Сталинге 1933 жылы ашаршылық туралы хат жазған тұлғаны көрсетіңіз. Бізде Тұрар Рысқұлов хат жазған. Бұл кісінің өзінің мақаласы бар, білесіздер. Мақала даладағы аштық деген. Так, ары қарай. Қарлұқтарда 25 қала бар деген екендігі туралы деректі беретін еңбекті көрсетіңіз. Бұл Худуд әл-Алам. 1974 жылы Абджамил Нұрпейісовтің КСР мемлекеттік сыйлығы берілген еңбегін көрсетіңіз. Қан мен тер трилогия. 3 еңбектің басын біріктірген. Артымызда Москваны жазған бізде Бауыржан Момышұлы екен. Ал жазу тілі бұл Олжас Сүлейменовтікі екен. Олжас Сүлейменовтің еңбектері білесеңіздер, адамға табын жер енді. Одан кейін бұның еңбегі бар, Азия деген еңбегі бар. Одан кейін көріп жазу тілі деген еңбегі бар екен. Одан кейін 1989 жылы бұл кісі бізде Невада Семей деген ұйым құрады. Атом бомбасының жойылуына. Азия бізде 1975 болса, адамға табын жер енді 1960 жылы Юрий Гагаринға арналған. Сырдария бізде Сәбит Мұханов деген атамыздың еңбегі екен. Көшпенділер трилогиясының авторы бізде Ілияс Есенберлин. Бұл жерде Кенесары туралы айтылған. 38 жылы шыққан Амангелді фильм басты рөлді сомдаған. Бұл Өмірзақов болады.
33 жылы қазақ өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болып сайланған Мирзоян болады. Бұның орнында кім болған еді? Голошокин болған еді. Так, 37 жылы Қарағанды облысының басшыларының үстінен үлкен іс қозғалды. Кімдерге? Асылбековке, Нұрпейісовке, Атаулиндерге іс қозғалған екен. Сталин шығыс қыраны деп атаған қазақ баласын көрсетіңіз. Жұмабай Шаяхметов. Жұмабай Шаяхметов бізде білесіздер, тың игеру кезінде қарсы шығады да, бұның орнына Пономаренко келеді. Өйткені тың игеруге қарсы шықты Жұмабай Шаяхметов. Жердің эрозия болатынын білді, қазақтың дәстүрлі мал шаруашылығына айырылатынын білді, және тың игеру сылтауымен бізге көптеген нелер келеді болды, халықтар келіп біздің үлес салмағымыздың азаятындығын біліп қарсы шықты, бірақ билікке қарсы тұра алмады. 69 жылы тамызда КСР мен Қытай ортасында жанжал болған аймақты көрсетіңіз. Бұл Семей, Жалаңашкөл жерінде болған. Үкіметтің мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі қағидаттарынан тұратын ресми мемлекеттік құжатты көрсетіңіз. Декларация.